Баршаңызға қайырлы күн. Ең алдымен 2 кесе жылы су құйып аламыз. Содан соң 1 ас қасық толтырмай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне жарты ас қасық ашытқы салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қылып илейміз. Осы тұста сіздерге бір лайфхак: илеп алған қамырымызды пакетке салып, микроволновкаға 30 секундқа қойып алсақ, жарты сағаттың ішінде ашып шығады. Тапамызды қыздырып, бетіне тұз су себеміз. Содан соң барып ашыған қамырымызды қолымызды сулап, тапаға жабыстырамыз. Тапаның астын қатты қойып, 2 минуттай ұстап, астындағы тапаға төңкереміз. Осы видеом сіздерге ұнаған болса, пайдасы тиген болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.